Бүгінгі жетінші сабақта біз HTML фрейм мен HTML списоктар туралы сөйлесетін боламыз. Фрейм дегеніміз жалпы бізде ол сайттың ішіне құрылатын сайт. Қысқаша айтқанда, ал список дегеніміз өзімізге ыңғайлы қылып бір информацияны списоклап жазу. Списокте екі түрге бөлінеді: номерленген және номерленбеген. Номерленгенге кәдімгі цифрлар болса, то есть реттілігімен саналса 1, 2, 3 болып, қалғандарында қара точка болады. Чисто қазір кодты жазып жатып түсіне бересіздер. Бірінші біз фреймнен бастайық. Фрейм қалай жасалады? Мысалға бізде сайтымызда көлік туралы болғандықтан бізге осы Википедияны сайттың ішіне кірістіргіміз келіп отыр. Біз ол үшін iframe кодын қолданамыз. Тегін iframe skr атрибуты. Бұл жерге біз Википедияның сілтемесін қоямыз. Skr'ге iframe. Тағы да iframe жабылады. Және бұл жерге біз қазір сайтты көрейік. Обновить. Көріп тұрғандарыңыздай ыңғайсыз және кішкентай болып тұр. Бұл жерге тағы бізге тағы да бір атрибуттар келеді. Ол бізге with height, with ширина, height ұзындығы. Сондықтан біз оны жазып тіркеп жіберейік қазір. Height. Бұл негізі жалпы кодтың кезінде жатталатын атрибуттар. Бұл үнемі кездеседі. Былайша жалпы айтқанда height 600 квадрат қылайық. Былайша бұл жерде біз ставка изображениеде қолданған түгіміз. Қателеспесем 5-ші сабақ болу қажет ол. Міне сайт қойылды. Сайттың ішіне сайт, қысқаша айтқанда. Iframe деген осы. Iframe даже YouTube'тың видео сілтемелерін қоюға болады. Және бізде HTML списоктар. Список бағана айтқандай номерленген және номерленбеген болып бөлінеді. Біз бірінші номерленбегеннен бастайық. Ол бізде ul тегі или ul ма? Ул сияқты болайынша. Тег ul тегі. Және стектің ішіне li деген қоямыз. Li дегеніміз сол списоктың нақтылайтын тег болып саналады. Мысалға li бірінші тұрған li ол 1, ал қалғандары уже ретімен кете береді. 1, 2, 3. Сондықтан былай үшеу болсын. Әзірше бізде машина болғандықтан сайт. Ойымызға келген машиналарды жаза салайық бойынша. Mercedes, Nissan, EQS және Lada. Бұл бізде номерленбеген болғандықтан сайтқа бізде қара нүктемен түседі. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Және дәл осыны бүйтіп алып копировать етіп, бірақ улдың орнына L қойсақ, ол кезде бізде өздері ыңғайлап номерлеп береді. Мына мысалға мына жерде қара тұр ғой, номерленбей ше список. Мысалға аламыз, міне номерленіп тұр.